қыс мезгілі қашан келеді деп бәрі айтып кетіп еді, енді міне күн суытқанның көгесін көрсетіп жатыр. Міне осындай кезде адамдардың көбі салқын тиіп, жиі тұмаурата бастайды. Бұл әрине иммунитеттің төмен болу себебінен. Адамның иммунитеті пайдалы ұйқының, жаттығу мен дұрыс тамақтану арқасында сақталады. Әдетте адамдар тек ауырған кезде ғана иммунитет көтеруді ойлай бастайды, ал бұл дұрыс емес. Иммунитет көтеру үшін не жеу керек, не істеу керек? Осы тақырыпта бүгін қозғайтын боламын, ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі бұл ақпарат сіздерге өте пайдалы болмақ. Сонымен иммунитет көтеру үшін не істеу керек? Дене шынықтырумен айналысу мықты денсаулыққа бірінші қадам. Таза ауада жүруді жиі әдетке айналдырыңыз. Жаттығулар жасаңыз. Себебі физикалық қозғалыстар да денсаулыққа өте маңызды. Ал иммунитет көтеру үшін не жеу керек? Ақуыздар иммуноглобулин синтезіне қажетті қышқылдарының көзі болып табылады. Осы ақуыздар бактериялар мен инфекциядан зардап шеккен жасушаларды қалпына келтіреді. Құрамында ақуызы бар тағамдар: теңіз өнімдері, ет, жұмыртқа, сүт өнімдері, қырыққабат, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, бұршақ. Осы өнімдердің кем дегенде біреуін тұтынуыңыз керек. Бұл сіздің ағзаңызда ішек жұмысын жақсартуға, иммунитет нығайтуға болады. Мырыш қан түзілу, сүйек түзілу процестерін жақсартады. Сонымен қатар жаңа иммундық жасушалар қалыптасады. Құрамында мырышы бар тағамдар: теңіз балығы және теңіз өнімдері, ет, бауыр, сұлы және басқа жармалар, күнбақ бұршақтар, ірімшік, жасыл бұршақ. Бұл тағамдардың құрамында мырыш қана емес, пайдалы дәрумендер мен минералдар бар. Құрамында йод бар тағамдарды жеу қалқанша безге пайдалы. Ол сондай-ақ иммундық жүйені қорғауға жауап беретін гормондарды өндіру қабілетіне ие. Құрамында йод бар тағамдар: теңіз өнімдері, балық, теңіз балдыры, сүт, көкөністер, жасыл түсті тағамдар, жұмыртқа. Ересек адамның иммунитетін көтеру үшін пайдалы бактериялардың рөлі маңызды. Сау ішек микрофлорасы толығымен осыған байланысты. Лакто және бифидо бактериялар адамның иммундық жүйесін қалыптастыруға қатысады. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарын зиянды инфекциялардан тазартады. Пайдалы лакто және бифидо бактериялар ашытылған сүт тағамдарында кездеседі. Мысалы айран, сары су, сүзбе. Мұнымен бұл пайдалы тағамдар тізімдері аяқталған жоқ, сондықтан келесі видеода иммунитет көтеру үшін қандай тағам жеу керек деген тақырыптағы видеоның екінші бөлімін күтіңіздер. Ал осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше. Ем болсын!